Халал тойға барамын деп қалай позор болғаным жайлы влог. Ең бірінші тойға деп алған заттарыма распаковкадан бастайық. Өзімше болып тойдың дресс-кодын сақтайын деп кәсіби тапсырыстар берген болатынмын. Дресс-код изумруд немесе жасыл түс болатын, сондықтан киімде киюге болады дегендей көйлек алдым. Мен негізі өте сирек тойға барамын, сондықтан да әр тойға от души дайындалғанды жақсы көремін. Образыма сәйкес келсін деп бижутерия мен сумкада заказ берген болатын. Мына сумканың бағасы бар жоғы 2500, маған қатты ұнады. Образға сәйкес болатын, қара туфли болмағандықтан құрбымнан сұрап алдырттым. Туфли алып келгені аздай, маған кірпікте алып берді. Сөйтіп 8 қырлы бір сырлы сіздердің Аружан бейшапайларыңызға келіп макияж сатуға отырдым. Білмеймін, осы макияж прическаға келген кезде ақшаны аяп қалатыным бар. Аружанға ұзату тойым бар еді, дайындап жүресің ба дедім. Давай декретте ішім пысып отыр деді ғой. Есім ауып есеңгіреп жүріп асығып шығып кеткеннен жаңа қалған туфлимді ұмытып кеткен екенмін. Үйге келе сап киініп, полный образы осылай шықты. Сағат 4-те шақырылған тойға 2 сағат кешіп келгеннің өзінде тойхананың іші пустой болып тұрды. Ал неге позорым шықты десеңіздер, ең қысқа көйлек осы ұзатудың ішінде менде ғана болды. Сурет бойынша миди длина деген еді, бірақ олай болмай шықты. Бұл жайлы келесі бөлім болады.